Ассалаумағалейкум, құрметті халайық. Біз бүгін тағы да қалай еді аты онлайн деген режиммен сіздермен жүздесіп отырмыз. Бұл өзі бір қызық болады екен, мынау тыңдаушыңды көрмей экранның ар жағында кім отқанын білмей сөйлеп отқан. Дегенмен бұл енді осы мынау індетке байланысты осындай жағдайға душар болдық. Сондықтан осыдан жол тауып, осындай жұмыстар жүргізіп жатқан біздің Қазақстанның ұлттық академиялық кітапханасы жүргізіп отқан. Бұның ар жағында ұйымдастырушысы, басшысы Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі. Міне біз бұл кісілерге тағы да алғысымызды айтамыз. Өйткені осындай кезде халықпен кездесуге, білім таратуға жағдай жасап отқан, күресіп отқандар үшін. Енді бұл жерде айта кету керек, соңғы кездегі оқиғаларға қатысты өз көзқарасын білдіре кетейін. Мынау енді қазір әлгі бүкіл дүние жүзіне келген індет қиыншылық қой. Енді Алла тағала жар болып халқымызға амандық, жақсылығы болсын. Енді мына карантин біткеннен кейін біз арқа басымыз кеңіп, кейбір туысқандарымыз, бауырларымыз кішкене мүлдем мынау ауру жоқ сияқты көріп, қайтадан еркінсіп бара жатқан сияқтымыз. Бұны енді ойланған жақсы шығар. Өйткені ол сақтансаң сақтайын деген бір, енді екіншіден сен жаңағы карантиннің тәртібін, денсаулықтың тәртібін ұстасаң, ол президенттік заңына бола емес, өзің жаныңа бола ұстайсың. Мынау енді бұл бір қиын індет. Дүние жүзінің қаншама адамдар, миллиондаған адамдар ауырып жатыр, жүздеген мың адам қаза тапты. Бұл ойыншық емес, айналайындар. Мынау неше түрлі әлгі қаңқу сөздер шығып жатыр ғой. Ауруда шаншу жаман, сөзде қаңқу жаман дейді. Ойбай бұл жоқ екен, өтірік екен, біреулер ойлап тапқан екен, ештеңе жоқ деп, жаңағы ойбай кәдімгі арқа басын кеңіп, салды салақ жүруге бұл болмайды, қарақтарым. Сондықтан ешкімде бұл ауруды сұрап алмайды. Ешкімде жаңағы осыны бір ойбай анау ауырыпты, мынау ауырыпты деген секілді біз көлденең әңгімелерді кішкене тыйып, соған ілеспегеніміз жөн шығар. Сондықтан бауырларым, айналайын халқым, мен сіздерге айтарым сол, сақ болайық, сақтанып жүрейік. Кішкене қалай болғанда да заман дүниенің мынау енді неше түрлі бәле батыр қаптап кеткен заманда сенің тайраңдап емін-еркін жүруіңді көтере бермейді. Жаңа айтып қалдық, сөзде қаңқу жаман деп, өзі бүгінгі әңгімеміздің тақырыбы да сөз өнері, аңыздағы аталы сөз деп қойдық. Негізі шешендік өнер, соның айналасында әңгіме өрбітпекпіз. Бұл енді шешендік өнер деген өнер, адам болғалы, заман болғалы, халықтар халық болғалы бірге жасап келе жатқан дүние өнер. Өйткені Библияның өзінде айтады, в начале было слово дейді, әуелі сөз болған деп. Құранда Алланың аяты сөзбен түскен барлығы да. Сондықтан адамды адам қылатын сөз, және өнердің алды қызыл тіл деген, өнердің алды сөз өнері. Бүгінде жаңағы біз басқан неше түрлі мынау компьютерің бар, смартфоның басқан бәріне кино, телевидениеде былай кетсек те, оның бәрінің түбінде негізінде сөз жатыр. Сондықтан әдебиет, өнер, сөз өнері адамзат барда бірге жасайды, солай жасап келген. Арғы түпкі тарихқа үңілсек, небір дүлдүл шешендер өткен сөзге жүйрік. Ал енді ол шешендік өнер қайдан дамыған? Адам қоғамы адам болғаннан бастап, бұл бір-бірімен қарым-қатынас құралы тіл болғаннан бастап сөздің түрі, сөйлеудің түрі көп болған. Соның бірі мысалы, біз енді арғы тарихқа қарай үңіліп қарайтын болсақ, көне грек заманының өзінде шешендік өнер өте дамыған. Себебі шешендік өнердің саяси, қоғамдық мәні болған, сөздің салмағы болған. Сол кездерде көне Грецияда Солон заңы деген заң болған екен. Оны шығарған кісі Солон деген үлкен философ, шешен адам болған. Ол Солонның заңы бойынша әрбір адам өзінің бір нәрседен қылмысты болған жағдайда, даулы болған жағдайда, сол жаңағы халықтың жиынының ортасына шығып, өзін қорғауға правасы болған, қақысы. Егер ол жаңа сөзге жүйрік болып, ойы жүйрік болып, дәлелдеп, өзінің ақтығын дәлелдеп шықса, қандай тіпті өлім жазасына кесіліп тұрған адамның құтылуға мүмкіндігі болған. Сондықтан ол жерде ол уақытта шешендік өнер қарыштап дамыған. Ол Солон заңын шығарған, Солонның өзінің өмірлік девизі ничего через меру деген. Яғни әр нәрсе дәмімен деп менің әкем Тақан соны айтып отыратын бәрі бір ұғым. Сонда шектен шықпаушылық. Яғни кез келген нәрсе шегінен шығып кетсе, ол уға айналады деген. Мысалы, сондықтан осы Солонның заңымен сол Грецияда көптеген шешен адамдар дүниеге келген. Мұны атақты Цицерон дейміз. Онан кейін Демоспен атақты шешені. Демоспен деген кісі шешен болғанда да бұл өзі неден көпшіліктің алдына шығудан қорыққан екен. Ал шындығында мұна өзі екі иығын бүйтіп қозғап тұрады екен, бүйтіп
сондай әдеті болыпты. Сосын жұрт айтады, сен енді топтың алдына сөйлеп шығып тұрғанда бүйтіп екеуіңді бүйтіп қозғап тұрсаң, сені кім тыңдайды сөзіңді дегесін, сол әдетін қою үшін мына бөлмесінде өзінің екі семсерділік қойып, мына екі иығына тақап қойған екен да, солай сөйлейтін болған ғой. Сонда ана иығын бүйтіп қалса, ана семсер кіріп кетеді. Иығын бүйтіп қалса, семсер кіріп кетеді. Сол семсерден қорқып, аяғында иығы қозғалмайтын болып, өзін өзі жеңген екен. Сосын даусы нашар болыпты. Енді ана қалың топта мындай микрофон жоқ, қазіргідей өзіне қаратып сөйлеу үшін не істейді ол? Сол уақытта саңқылдап сөйлеу үшін ана теңіздің жағасына барып, дауылды күндері теңіз толқып гүрілдеп соқпай ма, толқын жарды жағаны. Сонда Демаспен өзінің даусын сол толқыннан асыра сөйлеп жаттықтырған екен дауысын. Міне сөйтіп жаңағы гректің маңдай алды шешен адамы болған. Енді мұндай шешендік адамдар, шешен кісілер біздің көшпелі ата-бабаларымыз заманында болған. Қазақ болмай тұрып, арғы түпкі тамырымызға кетсек, сол заманда да шешендік өнер дамыған. Өйткені көшпенді қоғамы қашанда ол демократиялық қоғам болған, ерікті қоғам болған. Ол әлгі қанға, заңға бағыну өз алдына, әр көшпенді өзін өзі тілмен, сөзімен қорғай алатын болған. Және аталы сөзге тоқтаған бізде. Аталы сөзге арсыз тоқтамас деген сөз содан қалған. Ол сөзді бағалап, қадірлеп тыңдай білген, бізге жеткен деректер бойынша, мысалы, ең үлкен, ең алғашқы шешен би деп мен өз басым Күлтегін ескерткіштеріндегі, көне түркі жазба ескерткіштеріндегі 5-8 ғасырдағы Тоныкөк атамызды айтар едім. Өйткені Тоныкөктің сөз саптауының барлығы шешен билердің, жыраулардың ырғағына келіп тұр. Бегұлдарың құл болды, пәк қыздарың күң болды дейді мысалы. Немесе Табғаш елінің тілі тәтті еді, бұйымы арзан жылтырақ еді, тәтті тіліне алданып, арзан бұйымына қызығып, түрік елі құрыдың дейді. Табғаш деп отқаны Қытай мысалы. Сол кездің өзінде айтқан мұны Тоныкөк. Білге Тоныкөк мен Табғаш елінде қылынтым дейді. Сол елде тәрбиеленбейді. Сосын деп мен түн удымадым, күн олырмадым, қызыл қанымды жүгірттім, қара терімді төктім, түрік бұдының үшін дейді. Түрік халық үшін мен түнді ұйықтамадым, күндіз отырмадым, қара қанымды жүгірттім, маңдай терімді төктім деген. Міне осылай төгілтіп келген шешен ырғақтар сол тасқа жазылып қалған біздің дәуірге дейін. Міне Тоныкөк сондай жаңа үлкен шешен би болған. Өйткені өзі сөз де бар өзінің. Білік иесі, чап иесі бен көрдім дейді. Яғни мен мына білім иесі, сөз иесі мен едім дейді. Сөз сап дегенің сөз, сонда сөз саптау деген сөз бар қазақта қазір. Сонда ол уақытта соны сап деп айтқан сөзді қарап отырсаңыз. Сонда бір екі елде дау болғанда айтады екен, пәлен рудың сөзін кім ұстап келіпті деген, пәлен би ұстап келіпті дейді, сөз ұстап келдім дейді. Сонда Тоныкөк айтады, білік иесі, сөз иесі мен едім дейді. Сөз ұстап тұрған менмін дегенді көрдіңіз бе? Ол жаңағы көне түрік ескерткіштердің өзі ырғағы бар біздің қазіргі қазақтың өлең жырына сөздік қорын дәл келіп тұр. Міне осындай жаңағы немен үңіліп келетін болсақ, сол дәуірден үзілмей келген шешендік сөздер, шешендік даулар, шешендік нақылдар, бұнда тұнып тұрған ақыл, тұнып тұрған нақыл, өмірлік тәжірибе қорытылып айтылады. Бұл бірдеңіз, сосын оның ең бастысы тарихи, әлеуметтік, саяси үлкен астары болған. Бір ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкендегі содан қалған. Мысалы, қаз дауысты Қазыбек би, Төле би, енді Айтеке би деп айтады. Аңыз бойынша үшеуі бір күні отырып көлдің жағасында кеңесті дейді. Орыс патшасының елшісі келген екен қазақ хандығына. Сондан отырып арада батырлар толқиды. Енді мынау келген елшіні бүкіл елшілікті қырып тастасақ қайтеді, қолымызда тұрғанда дүние мүлкін тонап алсақ деген бір толқулар болады. Сосын арғы түптерінде ана жаңағы Россиямен соғысу ойларында болып, соны үш би отырып, кешке уақытта көлдің жағасында отырып ойланып отырғанда Айтеке би айтты дейді, алар ма едім мына көлдің қуын атып деп айтты дейді. Сонда Төле би айтты дейді, оғың жазым болмасын суын атып дейді. Сонда Қазыбек би айтыпты, арылмастай пәлеге қап жүрмейік, суға түскен перінің қызын атып деп айтты дейді. Сол сөзден кейін жаңағы келген елшіні өлтірмей аман қайтарып, дипломатиялық мәмілегерлік жолға түсіп, соғысты болдырмаған екен. Міне, бірақ ауыз сөздің астында қаншалықты үлкен әңгіме, қаншалықты үлкен тарих жатыр. Жаңа Қазыбек биге деп қалдық, Қазыбек биге қатысты әңгіме. Жаңағы қаз дауысты Қазыбек би бір күні жасыл қойған кезінде отырса, үйіне бір көршілес рудан бір белгілі азамат келді дейді, үйіне келіп отырғасын Қазыбектің құлағына жетеді екен, жаңағы елде билер кішкене параға ауып, парақорлықпен
жемқорлықпен айналысып жүр деген әңгіме жетеді құлағына, сосын анық қанығын сұрайды ғой жаңа жігіттен. Ал енді қалай сенің еліңде осындай деп айтады, сол рас па дегенде, ана жігіт күмілжіп айта алмапты, қорқады ғой енді, айтайын десе ертең Қазыбек биге анау айтып қойған болып шығады деп, сонда күмілжіп айта алмағанда қаз дауысты Қазыбек би айтты дейді. Ауруын жасырған ажалсыз өлер деп айтты дейді. Зорлықтан қорыққан еріксіз көнер деп айтты дейді. Қазақтың бір дұшпаны қалмақ еді, ынтымақпен дұшпанын алмақ еді. Елдің берекесін кетірген мынау індет апырмай, бұл не деген салмақ еді, зығырмайындай жайылмаса игеді деп айтты дейді. Сол заманда Қазыбектің айтып отқан сөзі, көрдіңіз ба? Сондықтан міне қазір сол жемқорлығың да келіп тұр ортаңа, індетің де келіп тұр, Құдай сақтасын. Міне деген демек бізге жаңағы тағы да қайталап айтамыз, бұл келіп кеткен дүние ғой демей, бұл ауруға өте мұқият қарағанымыз дұрыс болар, сақтанғанымыз. Мінекей айналайындар, осындай әңгіме. Енді біз жаңағы Қазыбектен бастадық, арғы заманнан келе жатырмыз әңгімені. Мысалы Төле биге қатысты бір әңгімені айтайын. Кіші жүзде Сапақ би деген би болған. Мұсабек Батыр деген інісі екеуі мына Қоқан хандығына қарсы күрескен. Сол Мұсабек Батырдың ағасы Сапақ би елдері жүдеушілікке ұшырап, әбден қиналған кезде Төле биден ақыл сұрауға келді дейді. Төле би дөңнің басында отыр екен анандай. Сапақ би қасына келіп, ассалаумағалейкум аға деп сәлем берді. Сосын мен осылай кіші жүзден келдім. Негізі Қоңырат Сапақ би сол жақта жүрген, Қоқан жағында ғой енді. Келіп, ал енді мен осындай сізден ақыл сұрағалы келдім, еліміз жүдеушілікке ұшырады, не істесек болады баба деп айтты дейді. Сонда Төле би Сапақ биге қарады да, жассынбады, айтты дейді. Ер жігіттің керт қарабасында, өз басында дегені ғой енді, керт қарабасында 3 жын болады деп айтты дейді. Сол 3 жыннан арылса, сонда ол ер болады, ел болады деп айтты да, үндемей көзін алыс қияға тығып, ойға шомып отырып қалды дейді. Содан отырып, біраз уақыт ойланып отырып, бір ет пісірім уақыт өтті деген уақытта бұрылып қарады дейді жанына. Сөйтсе Сапақ би әлі отыр екен. Сосын, я балам, жай отырсың ба депті. Сонда Сапақ би айтыпты, аға бағана бір сөздің басын бастап едіңіз, сол сөзіңіздің аяғын тосып отырмын депті. Сонда Төле би ризашылықпен қарап бұрылды дейді Сапақ биге. Басталған сөздің аяғын тосқан кісі жаман кісі болмайды. Сен сөз ұғатын бала екенсің, олай болса деп, сонан айтты дейді. Ер жігіттің басында болатын 3 жын, біреуі көк желкесінде болады деп айтты дейді. Мініп алып кері тартады да тұрады деп айтты дейді. Біреуі шынтағында болады деп айтты дейді. Жантайып жатып, шынтақтап жатып іше берсем дейтін. Біреуі көзінде болады, көзі болып тек ұйықтай берсем дейтін. Осы 3 жын болады. Осы үшеуінен құтылсаң, еліңді ел қыласың деп айтты дейді. Сонан Сапақ би еліне келгеннен кейін бәріне қазір тізеге салып отырып, бәрін еңбекке ден қойғызып, кіргізіп, жұмысты істетіп, сонымен көтеріліп кеткен екен дейді. Бұл да бір атамыздан қалған, аталардан қалған бір аңызымыз. Ал енді сол Сапақ бидің өзі Қоқан ханы бір күні бір қазақтың бір жаңағы датқасын ба, болысын ба ұстап, әлгіні қол аяғын байлап, мойнына шынжыр салып, кешегі атқа мініп жүрген кәдімгі сондай ардақты кісіні қорлап, ана ненің алдынан өткізеді ғой, топтың алдынан бүйтіп, жаңағы жетектеп шынжырмен, сонда секек-секек етіп, енді әрең-әрең жүріп бара тұр ғой бүйтіп. Сонан жаңағы қалай екен деп ана Сапақ биге қарап айтады, қалай, жараса ма мынаған деп айтты дейді сонда. Сонда Сапақ би айтыпты, бағың тайса саған да жарасады деп айтты дейді. Ана Қоқанның бегін айтып тұрған сөз. Міне көрдіңіз, осындай айтқыр ер адамдар біздің аталарымыздан ішінде өткен. Негізі енді қазақтың шешендерін өте жоғары бағалаған, ол жалғыз біздің өзіміздің қазақтар ғана емес, сырттан келген адамдардың өзі қазақтарға өте сүйсінген. Мысалы Радылов ауыз әдебиетін жинаушы қазақтар нақысты сөйлеуді бар өнердің алды көреді деп бағалаған. Адольф Янушкевич деген поляктың жаңағы жер аударылған өзі мына орыстың несіне қызмет істеген адамы ғой, енді үлкен ғалым болған адам. Сол жүріп оның еңбектері «Дневники и путешествия по казахской степи» деген бір томдық кітап болып шыққан жеке. Сонда жаңағы Құнанбайды көреді, барақты көреді, тағы көреді. Содан бір жер жазбасында «Вечером мы прибыли в аул Айқымбет Сиван Кереев» дейді. Ақымбет Керейлердің ауылына келген ғой. Сонда Бейсеке мен Тоқымбай деген екі старшынды көреді ғой. Сол уақытта әгілер сөйлеп, бір дауға түскенін көріп, тыңдап отырады да сүйсінген сондай айтады. Егер де мына Бейсеке мен Тоқымбай
кешегі грек, көне гректің я римнің заманында сонда өмір сүретін болса, бұлардың белдері лабырдан бүгілген болар еді деп айтты дейді. Аналар шешендігіне сүйсінген ғой. Сонда жаңағы төгіліп тұрған сөзге риза болған. Ал енді біз енді аталарымыздың әңгімесін айтып жатармыз. Ақыры мынау Янушкевичте кімдерге қарай шығып кеттік қой. Енді бұларда да басқа елдерде небір дүлдүл шешен адамдар өткен ғой. Бұл шешендік деген өнердің өзі кейде сот ісімен байланысты. Сотқа байланысты көбіне дау-дамайдың ішінде туатын болған. Мысалға жаңағы орыстың Плевака деген атақты адвокаты болған. Сол Плевака анау небір ақталынбайтын, небір осы құрды деген істерді жеңіп шығады екен. Бір бүкір кісі бір ашу үстінде ма бір адамды өлтіреді. Содан әлі бүкірді өлім жазасына кесетін болып сотқа салмай ма? Сонда келіп тұрып мына Плевака сөйлегенде бастағанда былай деген ғой: қымбатты мына заседательдар, қымбатты сот мырза деп бір тоқтайды. Бәрі айтады деп тыңдайды. Қайтадан бастайды: құрметті сот мырза, олар енді неме деуші еді, ваша светлость бірдеңе деп айта береді ғой. Народный заседатель деп тағы да қайталайды. Бәрі енді айтайын. Үшінші тағы қайталайды. Төртінші тағы қайталайды. Бесінші тағы қайталайды. Құрметті сот мырза, құрметті заседатель деген кез, алар қандары қайнап, әй өзің айтатын болсаң айтшы, сен немене қайта бір нәрсені осылай айтып тұрсың бізге деп ашуланады. Сол кезде айтады: міне құрметті сот, құрметті заседательдар, мен сіздерге бар болғаны 4-5 рет қайталап бір сөзді айтып едім, онда да құрметті мырзалар деген сөзді айттым. Сіздер соған қандарыңыз қайнап ашулар мені жек қояйын деп отырсыңдар. А мына бейшараны анау жаңағы өлген адам өмір бойы әй бүкір, сорлы бүкір деп қорлаған өмір бойы. Бұл қайтеді оны өлтірмегенде деген ғой. Сонда аналар ақтап жіберді бүкірді. Міне осындай сөзін тапқан жүйесіне келтіріп. Бір кемпірді соттамақ болды дейді. Кемпір құдай-ау бір майшам ба, балауыз жағатын жоқ, білтелі шам ба, бірдемен ұрлапты. Содан әлгі ұстап, жандарымдар қуанып, міне ұрыны ұстадық деп сотқа беріп соттайын деп жатыр дейді. Соның бұл жаңағы Плевакаға айтыпты, біреулер: сен мықты болсаң осы кемпірді ақтап алшы деп. Мен ақтап алам депті. Содан келіп бастаған уақытта бәрі: мына кемпір ұят жоқ, өстіп міне шам ұрлап дүкеннен, үлкен кісі болған уақытында былай деп соғып атқан кезде Плевака айтты дейді. Сөз алған уақытта: міне Россияға қатер төніп тұр, Ресей империясы құлады, құрыды, бітті. Ресей империясы құлайын деп біттік, біз құрайын деп жатырмыз. Не болып қалды дейді барлығы. Бұл не көрмеген Ресей империясы? Бұл Батуханның шапқыншылығын көрген, Алтын Орданың, Наполеонның шапқыншылығын көрген, бәрінен аман қалып еді. Енді мына кемпір келіп құртайын деп жатыр ғой Россияны дегенде, аналарды ақтап жүруден басқа амалы қалмаған ғой жаңа. Осындай үлкен даулы шешуші сәттерде осындай сөздер айтылған. Мына біздің енді өзіміздің жерімізге түссек, бұндайда жаңағы дау-дамайдың үстінде тапқыр сөзбен жеңіп біткен жер көп. Біздің елде Кеңесбай деген атамыз болған. Кеңесбай бай болған кісі. Өте байлығы сондай мықты болған. Бір күні айдалада мал бағып жүрсе, мына Павлодар жағынан бекен бір топ адам 400 жылқыны айдап баратыр екен, неге қарай? Қызылжарға қарай, базарға салуға, Сеппырайға. Содан жаңағы келатыр екен, асығыс. Содан Кеңесбай далада жүрген, кездескенде айтты дейді: енді қайда сығып барасыңдар мына малды? Мал семірген жоқ қой, бұл қоң ет алған жоқ, сендер бұны қайда апарасыңдар дегенде Кеңесбай аналар айтты: енді не бізге ақша керек болып тұр, соған апаратырмыз дегенде: олай болса мен сендерге мына сол базардың ақшасын берсем, қазіргі бағасымен, мына жылқыларын маған беріп кетесіңдер ма сатып? Ойбай береміз, әлі қайда, ана жаққа, әлі 200 шақырым былай жүру, пәлен 100 шақырым былай жүру керек, кері жүру керек, бізге тез керек. Ал енді онда ақшаларыңды ауылға барып асықпай қонағасы жеп жатып аласыңдар ма, жоқ осы жерден беріп жіберейін бе деп айдалада мал бағып жүрміз. Олар еді, мынау айдалада не қылған, жынды ма, мына қайдағы ақша дегенде: кел біреуіңе менің көпшілігімді көтеріп жіберіңдерші деп айтты дейді астын. Сөйтіп көтерілгенде астынан аналар суырып алады. Сөйтіп жаңа ашып жіберіп 400 жылқының ақшасын далада жүріп астына басып жүрген ғой. Санап беріп қалған мүкті басында салып апты. Сондай бай болған адам. Сол Кеңесбай бір елмен даулы болады. Бұлар жаңағы Ақсарыкерей, Ақымбет біздің аталарымыз анау жаңағы бір елдің малын айдатып алады барымтаға.
барымта деген о заманда қазір әлгі мал ұрлағанның бәрін барымта деп ал, олар барымташ емес. Бұлар ұрылар, жылқы ұрлап жатқандар. А барымта деген ол ұрыға жатпайды. Барымта деген бір елдің есесі кетіп, анау есе бермесе, соны ана сөзге жығу үшін ананың жылқысын айдатып алады екен. Енді көп жастар білмейтін шығар, таратып айтқанда, мысалы, бір ру, екінші рудың бір жүйрік атын алып сіңіріп кетті, бермей. Қайтып бер десе, қайтып бермейді, есе бермейді. Сонда не істейді? Ананың жылқысын айдап алады да, міне, я ана жүйрігімді қайтарасың, есептесеміз, сосын мына жылқыңды аласың. Айтпесе, мына жылқыңды қырып тастайын дейді. Міне осындай болған. Сөйтіп жаңа бітіспес дау болғаннан кейін кеңеспай алады да, қарсыласқан елдің жылқысын айдатып алып, түгел сойғызып, елге таратып жібереді. Содан аналар дауға келмейме, соны бір төре бастап келген екен. Сол төре келіп, отырып дауды бастаған уақытта төре айтты дейді. Ай, кеңеспай, не, жылқыны айдап алып, қырып тастап, өзіңше сен де еркекпін деп отырсың ба деп айтты дейді. Сонда кеңеспай айтты дейді. Өз атаңның табағын өзің текпін, сен де еркекпін деп отырсың ба депті. Соны төре ләм демей дауды тастап, жеңіліп шығып кеткен екен. Ол себебі бұлай екен. Әлгі төре бір өзінің бір ауылға келгенде сол ауылда ағасы тұрады екен енді. Жүдеу кезі болу керек. Ана туысы келгесін басқа беретін еті болмай, сиырдың етін асып берген ғой. Сиырдың етін әкеп алдына қойғанда ананың тәкаппарлығы, мен сиыр етін жемеймін деп, әлгінің табағын тастап жүріп кеткен ғой. Өзінің ағасының үйіне. Сонда анасы соны білет, дауға кеп тиек қылған ғой. Өз атаңның табағын өзің текпін, сен де еркекпін деп отырсың ба дегенде, анау айтылған факты астар оқиғаның несі жаңағы сілемі келді да, тура анаға түскенде анау тырп ете алмай қалды. Мысалға осындай енді өмірде көп. Абылай хан атақты Шал ақынның Тілеуке Құлекелі ғой, Шал ақын. Соны Құлеке батырдың бір жүйрік атын алып бермей кетті. Бермеуге айналған ғой, бірнеше жыл өткен. Сосын Құлеке батыр қасында Шал, бала 15 жасар бала дейді, екеуі бармай ма сұрап. Сөйтсе Абылай сөзге айналдырып бергісі келмей атты. Сөйтеді да, ой қойшы енді, өзің батырсың, мынау хан кел қонағасын жегізет, өліп қалатын бір жылқыны сонша даулап қайтесің деп, малға бола шайысамыз ба деп сөйтіп жуып шайса керек енді. Сосын амал жоқ, қонып Құлекен батыр оған не істейді енді ханға? Іштен айта алмайды, таңертең жаңбыр жауады. Жаңбыр жауса, ана Шал ақын далаға шықса, Абылай хан да далаға шыққан екен таң намазына. Сөйтсе бір жаңағы бір ақсақ қозы жаңбырдың су әбден суланып, бір талдың түбінде құлап жатыр дейді. Соны ана өліп қалады ғой деп, хан әлгі тоқтың қозыны көтеріп алып, әкеліп панаға қояды қораға. Соны Шал ақын көріп қалып, таңертең енді кетейін деп отқанда, ана Абылай ханға айтты, бір ауыз сөзім бар, айтайын ба, айт деп. Сонда өлеңге тоқтамайды шал дегенің, қойға пана болмайды тал дегенің, жалаңбас жалаң аяқ тоқ тарқадап, қаната қалай екен мал дегенің деп айтты дейді. Сыйлайды қанымыз деп үлкен кіші, біреудің хақын жеміз жақсы кісі. Таптағы хан тақтағы биден жеткен, қаната қалай екен малдың күші деп айтты дейді. Сол кезде Абылай хан кімнің, Құлеке батырдың атын қолма-қол қайтарып берген екен. Ол сол мұны енді бұндай әңгімелер өте көп айта берсек, мына Шоң бидің әңгімесін айтайын. Шоң би атақты би болған адам бір күні Алшынбайдың үйіне келіп батаға келді дейді. Тіленші қайтыс болғаннан кейін сол тіленшіге батаға келіпті. Енді Алшынбай тіленші, ар жағы Бекболат, Қазы дауысты Қазыбек қой. Білесіздер, Алшынбай жаңағы Абайдың қайынатасы, Ділдәнің әкесі, жас кезі жанып тұрған кез екен, шешен сөзге. Сол Шоң би келіп түседі әлгі үйге, сосын енді малын сойып, бата қылып, Құранын оқып дейілғасын. Сол әңгімен Алшынбай айтады отырады көбіне. Жас қой енді, ішіне сыймайды. Шоң би қабағын түсіріп, алып құс екен, дөу ойланып отырады да, ай созақ қой деп қояды дейді. Алшынбай тағы сөйлейді ағылып. Сөйтсе Шоң би отырып, ай сөздің төресі осындай ғой деп айтады дейді. Алшынбай одан сайын сөйлесе, Алшынбай біледі ғой деп айтады дейді. Тағы келсе, Алшынбай айтпағанды кім айтады? Сөйлесе Алшынбай сөйлесін деп, біздікі тыңдау ғой деп отырды дейді. Шоң би басымен анандай айтып отқасын. Алшынбай ағатта отырады, ертеңіне тағы да шығар, қасындағы жұрт аң-таң, олар да тыңдап отыр. Жаңағы ішінде Алшынбаймен бақталас болып жүрген, бәсекелес болып жүргеннің барлығы енді ана Шоң би анандай дегесін бітті шаруалары. Бұл Алшынбай енді керемет қой деп. Содан енді ұзатып салып, шығарып сап тұрмай малға. Айыр кезең деген бір төбенің басына келді дейді. Айыр кезеңде шығарып сап тұрғанда
Шоңбүйге қаратып бір кезде алшынбай сұрақ ойлады ғой деймін, сұрақ қойды дейді. Текті адам ғой енді. Ау, Шоңаға кеше бесінде келіп түстіңіз, бүгін бесінде кетіп баратсыз. Сол келгеніңізден тоқтағам жоқ, алдыңызда жұлдыздай ағып сөйледім де отырдым. Сөзімді бір бөлмедіңіз, я бір қатесін тауып түзетпедіңіз. Алшынбайдың сөзі созақ қой деп отырдыңыз. Сонда мен шынымен осындай керемет болып кеткенім бе депті. Сонда Шоңбүй күлді дейді. Қарағым Алшынбай айналайын. Алшынбайдың сөзін Шоңның өзі бөлмеген деп, қасында дос дұшпаның бар, қалың елің айрандай ұтып, үйіп қатықтай қатып тұрсын деп сөзіңді бөлмеп едім деп айтты дейді. Сонда Алшынбай жылап жіберіпті, Шоңбүйдің аяғын құшақтап аттың үстінде тұрған. Аға, біз әлі беріде жүрген балдар екенбіз ғой деп. Бұл жақсылығыңызды қалай қайтарам деп айтты дейді. Сонда Шоңбүй айтты дейді, ер кезегі бір келер, айыр кезеңді ұмытпасаң болды ғой деп кете берді дейді. Арада бәле жыл өтті, Шоңбүй қартайып 64 жасқа келген кезде ол бір елде үлкен ас болады да, әлгі асқа баратын болады. Содан бір қара аты бар екен, жүйрік сақат екен, айтты дейді, атын баптап дайындатып асқа. Ай қаратым, сен бұдан кейін енді асқа барармысың, бармаспысың білмеймін, осы жол бәйгін алып алатын бол. Ал енді мен бұдан кейін асты басқарам ба, жоқ па, осы асты басқарайын деп серт қылып шығады ғой үйінен. Барып түсет, халық жиналған далада, Шоңбүй қолынан билік кеткен кезде онша ешкім елең қылмайды қысқасы. Шоң келді ме, поң келді ме, бәрібір әйтеуір келген қонақтардың қатарында бір үйге түсіріп, әйтеуір күтушісіз бар, солай ғана орташа ғана күтіп енді былай жалпы деңгейде қарсы алады. Шоңның күткен ол емес, мынау асты басқартатын ешкімнің ойында жоқ, басқа да жоқ. Елдің бәрі анау Ақордада Алшынбайдың айналасында екен. Алшынбайдың бағы жанып тұрған кезі Аға Сұлтан болды ма, керемет болып тұрған кезі жаңағы Алшынбай алшеке болып тұр. Содан Шоң отырып, ауыр ойға батады, бір күн ойланып отырып, ай қой, мынау болмады ғой, ендеше мен кетем, бұлар бізді керек қылмады деп кететін болып былай қарай төбенің басына қарай шығып әдейі тұрып, кімге қасындағы бір сөз ұғатын жігітін жібереді. Сен қалайдан барда Алшынбайға кір, ордасына бар, Алшынбайға жолықта, сол жерден тұрып, Шоң атам өкпелеп кетіп баратыр, осы асты басқартпады деп айт дейді. Сосын сәлемін қосып айтады, барып айт осын дегенде. Алшекең кіріп отырып, жігіт айтады, осылай, Алшеке сізге сәлем айт, Шоңбүй атам өкпелеп кетіп баратыр, асты басқартпағанына дегенде, енді бір Шоң кетіп баратыр екен деп қирақ болмайды ғой ас. Алшынбай мән бермей, осы енді барса жолы болсын, оған енді деп, анандай неде атақ даңқ тұтқан кісі елең қылмайды. Сосын сізге бір ауыз сәлем айтты дейді. Оны қарайды, айт сәлемін дегенде. Алшынбай айыр кезеңді ұмытқан жоқ па екен, ер кезегімді беретін кезегі келді деп айтты дейді. Бағана әңгімені айтып тұр ғой. Сонда Алшынбай деп орнынан атып тұрды да, осы асты басқармай Шоң кететін болса, мен де кеттім деген ғой. Ой, аналар сосын күтіп атқан ел зәре ұшып кетті. Ойбай Алшеке, Шоң басқарса басқарсын, өзі бәріне көндік. Сіз енді Алшынбай кетсе анау астан бәрі кетейін деп отыр деп жаңа тоқтап, содан Шоңды қайтарып алып, Шоң асты басқарып тарқатып, қараты бәйгеден келіп солай қайтқан екен дейді. Мінекей жаңа бір ауыз сөздің құдіреті керемет осы. Сөйткен Шоңбүйдің өзі де сөзге тоқтаған ғой. Мына енді бұл былай ескі аңыздарды айтқанда кейде тарих болғаннан кейін біздің қазақтың тарихы рулардың тарихы. Ру ел болдық. Ал енді ол ру болғаннан кейін ру мен рудың арасында қақтығыс болады, тартыс болады, айтыс болады, дау-дамай болады. Енді оны қазір бүгінгі күні айтудың өзі кітаптарда жазылған. Бұлай зиялы қауымға айтамыз, ал енді кейде біздің халықтың өзі оны түсінбей қалатын жағдайы болады. Жаңағы біздің руды кемітіп тұр, ананың руын көтеріп тұр деген сияқты қанға қызып біз енді мысалы кейде бұл өте бір келеңсіз жағдай. Енді ол тарихи нәрсе болғасын біз тарихты бұзбай айтуымыз керек. Дегенмен көп нәрсені осындайды әрине айтпай кететініміз сондықтан. Енді былай қарасаңдар, Илон Маск деген Марсқа ұшам деп, Марстан үй алайын жасайын деп жатыр. Ана жер шарын адамзатты құтқарам деп көкке ұшып жатыр. Біз болсақ әлі баяғы ескінің сол дауын жаңағы ру арасының әңгімесін біз соны керемет көріп, бірдеңені көтере алмай соның бәрін көңірсітіп жүретін жағдайымыз біз кейде әрине ұят енді біз үшін. Сондықтан мына атын атап түстерін үстіме әйтеуір әңгіменің сөйлін ғана айтайын деп, руларының бәрін көп атамай кішкене артық сөз елдің ішіне бір
түсініксіздік тудырмасын деген жағдаймен айтып отырмын. Қысқасы Шоң би қасына осы кімді үкібаймен толай қырды ма екен, екі бір шешен інілерін алып, бір ханның әйелі қан қайтқан екен дейді, Арынғазы хан. Соның әйелі жесір қалып сұлу тоқал екен дейді, керемет ақылды. Соған ойы кетіп, соны алғысы кеп барады. Әлгіге барып түседі, анау қарсы алады, текті адам, хан өзі тегін жердің қыз емес, күтіп алады, қонақ қылып, Шоң би келді деп, осы бәрін жасап күтіп атқанда, енді бұлардың ойы басқада. Жаңа тоқалды алғысы кеп отыр. Сөйтіп отқанда жаңа қасындағы шешен билердің біреу әңгімені бастап, ылғи сол әңгімені кішкене жігітшілік жағына қарай бұрып, икемдеп, сондай жерге қарай келтіре бастайды енді. Әзілдерінің өзін солай кейде шектен асырын қырап бастап. Сонда әйелін дөмей күтіп отқан әйел айтты дейді. Ұлы өзеннің бойына ұлы билер қонады. Ұлы бидің кеңесі ұрулы елге қонады деп айтты. Шөкет судың бойына шөңкүйген билер қонады. Шөңкүйген бидің кеңесі шөметейінде болады деп айтты дейді. Сол уақытта арман қарай ләм деместен Шоң би аттанып кете барған екен. Мінекей сөзге тоқтаған. Жалпы бұл енді ері мен әйелдің арасындағы әңгімелер өте көп. Оның бәрін айта берсек, дәммен ғана айтайын деп отырмын. Альберт Эйнштейн атақты физик. Енді ең данышпан адамдардың бірі ғой әлемдегі. Соғысын даңқы шығып дүрілдеп тұрған кезінде біреу келіпті, бір сұлу актриса әйел келді дейді. Сосын Эйнштейннің амалын тауып жолығып отырып айтты дейді. Осы мен сізден бала таққым келеді. Екеуміз қосылсақ, егерде жаңағы мен сияқты сұлу, сіз секілді ақылды адам болып туатын болса, ол керемет болар еді ғой деп дейді. Сонда Эйнштейн айтыпты, егерде ол бала мен сұлулығы мен сияқты, ақылдылығы сен сияқты болса қайттық деп айтты дейді. Сонда сөйткен сондай адам болған ғой енді. Бұл Эйнштейннің да бір керемет айтқан сөзі, алты еврейдің сөзі деп осы күні әңгіме айтады. Анауыны кімнен естіді ме? Кончаловскийдің айтқан. Дүниеге атақты алты еврейдің айтқан дейді. Моисей, бірінші, Моисей сказал, все оттуда дейді. Соломон сказал, все отсюда. Ақылды ғой, даналықты. Моисей бәрі Құдайдан деп тұр. Соломон, Сүлеймен бәрі мынау ақылдан, мудрый баста. Иса пайғамбар айтты дейді, все отсюда, жүректен. Добрый ғой, мейірбанды. Карл Маркс келді айтты, жоқ, бәрі мынау ашқазаннан. Өйткені оның бытие определяет сознание деген ғой, барлығын ашқазаннан қараймыз деп айтты. Фрейд келді де, жоқ, олай емес, барлығы подсознание жаңа жыныстан. Содан сексуальный влечениеден туады бүкіл денің бәрі деп, ол соны дәлелдейді. Эйнштейн келіп оларға айтты, ребята, все относительно. Мінекей қарап отырсаңыз, ол сондықтан жаңағы шынында қарасақ өмірдің бәрі относительно ғой, бәрі қатысталғанда. Міне осындай дана адамдардың бұл сөзін еске сала кетіп отырғанымыз дұрыс шығар деп бұны айтып отырмын. Мына жаңағы басқа елдің әңгімесін айтып, мына Ақсақ Темір мен Қожа Хафиздің әңгімесі. Атақты ақын Қожа Хафиздің өлеңі бар ғой. Я Самарқанд и Бухару отдал бы турчанке из Тараза, лишь бы мне видеть родинку ее раз от раза деген. Мен жаңа Тараздағы түрік қызының меңін көру үшін мен Самарқан мен Бұхараны беріп жіберер едім деген ғой, ақын ғой өлтіру шалықтып жазған. Содан Ақсақ Темір жаңа барып соғыспен келіп Ширазды алып, жаңағы Самарқанды барын алғаннан кейін Хафизді тауып әкеліңдер маған дейді, Қожа Хафизді. Жаңа келіп алып келеді, жұпыны киінген ақын алдында тұр, сосын айтады, мен Самарқанд пен Бұхараның даңқын көтерем деп дүниені қанға бөгіп соғысып келе жатырмын. Сен боласың да аласың да оны бір түріктің қызына соның бір меңіне айырбастай салам дейсің, бұның қалай деп айтты дейді. Сонда Қожа Хафиз айтты ғой, енді менің жомарттығымның мені қандай халге жеткізгенін көріп тұрсыз ғой деп айтты дейді. До чего довел меня мой расточительство дегенде Ақсақ Темір күліп жүріп Қожа Хафизге дүние мүлік сыйлап жағдайын жасаған екен. Осы Ақсақ Темірге қатысты екінші аңыз бұл Қожа Насырға байланысты. Қожа Насырда түріктер біздікі дейді ғой, түрік. Жарықтық Қожекеңді олар түріктер біздікі дейді екен, біз қазақтікі дейміз. Түріктің вариант әңгімесі мынандай. Қожа Насырдың ауылына Ақсақ Темір бір пілін беріпті. Боевой піл ғой, соғыстың пілі. Мына пілді асырап бағасындар.
сосын мен керек қылған кезімде соғысқа алып келесіңдер деп. Пілді баға оңаймен бір ауылға әрі бағады, пілді бері бағады. Құдай сақтасын, анау енді тамаққа да тоймайды деп бәрі. Сосын бүкіл ауылдың кісілері ашуланады. Жаңағы митингіге шығады қазіргіше айтқанда. Мына пілді бақпаймыз. Мына бізді Ақсақ Темір қорлап отыр. Мына пілді қайтарып береміз өзіне. Апарамыз. Ал енді апарсақ бәріміз бірге апарайық. Содан жабылып барлығы пілді біреу Қожа Насыр бар, тағы біреулер пілді жетектеп, біреулер артынан айдап бүкіл ауыл шығады. Енді ана Ақсақ Темірдің ордасына жақындаған сайын әлгілер азая береді да. Әмірдің алдына бару оңай енді. Осы күнгі митингіде солай ғой жаңа. Айтамыз дейді де қаша береді. Содан Ақсақ Темірдің алдына барған уақыт жақындағанда бәрі тастап қашып кетеді да. Ана пілдің несін бұйдасы дейміз бе демеді, жібін арқаны дейміз бе ұстап алып келатқан, жібін соны ұстап келатқан Қожа Насыр жалғыз қалады ғой енді. Сосын Ақсақ Темірдің алдына келесін. Ақсақ Темір тағында отыр. Я, Қожа Насыр, жай келдің ба? Мына пілімді алып келіпсің, немене бұл піл? Не болды бұл пілге? Пілім ұнамады ма сендерге деп суық сұрайды қаһарланып. Сонда Қожа Насыр, жоқ алдияр тақсыр, піліңіз өте жақсы, сондай бір жарасымды піл, бізге ұнады, өте ұнады. Онда ұнаса неге мынаған әкеліп тұрсың бұны дейді қаһарланып. Бізге ұнағаны сондай, піліңіз жалғыз сұрап жүр, тағы бір піл қосып берсеңіз деп айтты. Сөйтіп Қожа Насырға екінші пілді қосып алып кепті. Бір пілден құтыламыз деп отқан адамдар. Міне осындай жарықтық Қожекең зираты, Түркиядағы зираты. Күмбез дейді. Күмбез есік құлып салған, ешкім аша алмайтындай. Содан әлгі есігінен ешкім кіре алмайды. Енді бұл не ғажап деп, бүйтіп артын айналса арты жоқ, қабырғасы ашық дейді. Есігіне құлып салып қойған. Міне осындай жарықтық Қожекең. Ал енді Қожекең біздің қазақтың Қожа Насырында айтқаны бар ғой. Бір күні бір қайыршы адам бір байдың асханасына келеді. Асханасына келіп қарны ашып отырады дағы, қатқан наны бар екен, дорбасында әлгіні алып жібітіп жейді. Әлгі астың несіне, буына. Буын иіскеп, әлгі нанды соған жібітіп жейді. Анау көріп тұрады да бір кезде келіп, жаңағы әлгі кедейді ұстап алып, маған ақша төле. Мен қандай ақша төлеймін саған? Мен тамақ ішкен жоқпын ғой сенен. Сен менің тамағымның буын, дәмін, иісін жұттың ғой. Сол иісіне ақша төлейсің деп айтты дейді. Сүйіп қазық алып келеді, қазық Қожа Насыр екен. Содан қазық алып келеді, мынау менің өстіп төлемей отыр, не істеді? Менің тамағымның иісін жұтты. Қожа Насыр қалтасынан бір дорба күміс ақша алып, құлағына шылдыр еткізіп. Шылдыр еткізіп. Ал ақыңды алдың кете берді. Қандай ақ алдың десе? Тамақтың иісін сатқан кісі ақшаның шылдырын алады деп айтты. Міне осындай енді ғажап қызықтар Қожа Насырдың типіне қатысты әңгіме ғой бұдағы. Бұл енді негізі аталы сөз, үлкен сөз, жаңағы саяси сот мағынасында, сот дау-дамайдың мағынасында айтылған көп жағдайда осының барлығында керек десеңіз үлкен астар жатыр. Мына Абай атамыздың қара баяғы қайсет қарамола ма еді, қай съезд еді? Құдай бәрі үлкен съезді төбе би болатыны. Сол төбе би боларында былай болыпты. Үлкен жиынға жиналады, ояз келеді, бұл жақтан бүкіл болыстар жиналады. Сол уақытта мына тобықты, 4 болыс тобықтың қасында бір болыс керей болысы бар екен. Ол Рақыш деген болыс екен. Мына Зайсан, Шығыс Қазақстан жағынан керей уақтың болыстары келеді. Сөйтіп бұлар бәрі біріктіріп осы тобықтың ызасы өтті. Осыларды біз бір әкесін танытып жеңейікші деп баталасып бірігеді ғой. Сөйтіп дауда жеңеміз деп отырғанда әлгі Рақыштың керейдің бір шалы келеді, Әлімбек деген ақсақал, қарапайым ақсақал кеп отырғасын. Анау болыс айтады, аға, біз не болса болсын тобықтылардың әкесін танытып ертең дауда жеңейін деп отырмыз. Сиязда мына жаңағы бұл жақтағы керей уақтың болысы бәріміз біріктік, жеңеміз деп. Деп сұрасасын Әлімбек айтады, тоқтай қал дейді сен. Ал жарайды, сендер бәрін жабылсаңдар, мына тобықтың жеңерсіңдер. Бүкіл мына жабылып бәрін жеңіп, ұрыларын ұстатып, соттатарсыңдар. Содан кейін анау жаңағы шығыстан келген, анау Алтайдан, Зайсаннан келген керей уақ
сенің қасыңда осы жерде қоныстап бірге тұрып қала ма депті. Жоқ, тұрып қалмайды, көшіп кетеді деп айтты дейді. Ал олар көшіп кетсе, сен солармен бірге сен де көшіп кетесің бе депті. Жоқ, көшіп кетпеймін, мен қалам ғой осында депті. Ал енді аналар көшіп кетсе, сен мұнда қалсаң, мына адамдар ұсталып, малынан айырылған қалған тобықты тамақты кімнен іздейді деп отырсың ертең деп айтты дейді. Сені шабат деген ғой, ауылыңды тыным бермейді. Ойбай аға, мен о жағын ойламап едім, енді қайттым, мен батаға кіріп қойып едім депті. Олай болса мен сені құтқарайын, сен осы әңгіменің тізгінін маған бер депті. Сол бетінде келіп Абайға кепті. Абайға келіп айтыпты, осындай әңгімені бастап тереңнен айтып келіп, мынау енді осы съездің тізгінін, осы ненің төбе билігін, төбе биін жұрттың халық жиында отырғанда, осы төбе биді Абайға тапсырдым деп айтты дейді. Абайды Құнанбайға, Құнанбайды Құдайға тапсырдым депті. Не деген сөз? Содан Абайдың төбе би болып, бап жазып, заң шығарып, сонда Абай енді әділін айтады ғой, құдайшылығын айтады. Әр Құнанбайға тапсырса, әр Құдайға тапсырса, сонымен тобықтының тентегін Абай өз қолымен түзеген ғой. Тобықтының ұрыларын бәрін тәртіпке салып, өз қолымен ана жаңа жеңгізіп берген. Мына қараңыз, сіздің халықтық дипломатия, мәмілегерлік деген осы болу керек. Сөздің жаңағы шешендіктің ар жағындағы астары. Ал Абай атамыздың өзі енді керемет шешен кісі болған ғой. Ана білесіңдер бәріңді, Семейдің кітапханасына кірді дейді, Гоголь кітапханасына, түйежін шекпенімен. Сөйтсе залда отырған бір орыс офицер, қасында орыстың қыздары отыр, керемет байбағыларының кіріп ана дауыстап айтты ғой, орысшалап. Қай уақыттан бері Гоголь кітапханасына түйелер кіретін болған деп. Сонда Абай мырс етіп бұрылыпты да, басқа бір болса ашуланып, ей, сен кімді түйе деп тұрсың деп төбелеседі ғой. Жоқ, Абай бұрылып мырс етіп күліпті да, бұл Гоголь кітапханасында түйе кірсе несі бар екен, мұнда есектер де отыр ғой деп айтты дейді. Сөйтіп жаңағы солай сөзді айта да білген Абай, бағалай білген ғой. Нағашысының үйіне келді дейді. Тонтай. Нағашылар Шаншар ғой, Шаншар. Тонтай деген нағашысының үйіне келсе, Тонтай нағашысы намаз оқып отыр екен. Намазды оққанда жылдамдатып оқып жаңағы тездетіп, арасында арабшасын біздің құрап әйтеуір Аллах Акбарға жетеді ғой. Абай аңдып отырады. Абай сауатты адам біледі діннің бәрін. Сосын нағашысына қарап айтты дейді. Нағашысына қаратып айтты дейді. Ойпырмай нағашы, намазды қалай болса солай оқуға болады екен аға, Құдайдың жолы кең екен ғой депті. Сонда ана Тонтай жай намаздан тұрмастан басын көтеріп, айналып кетейін Абайжан, жиенжан, Алланың жолы кең ғой депті. Аттың жалынан, садақтың оғынан, түйенің қомынан Алланың жолы кең ғой депті. Абай ләмдеме үйге Құнанбайға келгесін айтып та, Құдай өңіннен өтті ана сөзді айтып тұрғаны, жаңаға түйе аттың жалынан деп өткен еңдік кебекті тобықтар енді аттың жүйрігіне байлап өлтірді. Қалқаман мамырды атты ғой садақпен, қодармен қамқан түйенің қомын асып өлтірді ғой. Сонда соның бар. Бір-ақ ауыз сөздің астар деген осы болады да, сөздің салмағы. Бізде кейде шешендікті ойлайды, ойпырмай бір жаңағы қызартып сөйлесе, осы күн тамадыларда сөйлейді, Аллау сақтай, тыңдай алмайсың, ол ойлайды, мен керемет сөйлеп тұрмын деп, ал кетет, бір аспан, көк бөрі, бірдеме, сапырылыстып, қызыл сөзден соғады кеп тұрып, ана жұртты сөйлетіп тыңдаудың орны өзі сөйлейді ғой тамадылар. Еще айтып қояды, қысқа сөйлейік, ағайындар деп қояды, мен айтамын, айналайын, өзің қысқартшы бірінші. Сонда жаңа қызыл сөзді біз сөздің қадірін, парқын білмейтін адамға жылтырағанның бәрі алтын, бәрі шешен сияқты көрінеді. Олай емес қой. Түйіп айтқан бір-ақ сөзде тұрады да көп нәрсе. Ана астар қандай жаңағы. Мына Керей Бегеш деген атамыз болып жарықты. Абаймен құрдас екен. Абаймен құрдас еркін болған, ақылды білімдар адам, сөзге тоқтамайды екен. Абаймен бірге отырғанда сөзді бұрын бастап жібереді екен де, бір дау бір деген қоса, билікті бұрын айтып жібереді екен, және дәл айтып жібереді екен. Соны Абай риза болып сүйсініп отырады екен. Бір күні қалған қасында біреулер енді қызғаншақтық, көралмаушылық болды ғой. Соны Абайжан, сен Абай емессің, мынау Керей Бегеш соншама алдыңа түсіп бұрын сөйлей берді ғой. Бұны неге сөйлете бердің? Бір тежеп қоймайсың ба деген ғой. Сосын бір күні тағы да сондай сөз болып қалғанда, Абай да енді аллардың айтқанына ілесті ме, бір жағынан сынағысы келді ме, Бегеш айтты, Бегеш сен осы менен бұрын сөйлей бердің ғой депті. Билікті бұрын айтыпты. Сонда Бегеш айтты, Абайжан, мен сенің алдыңа түсіп, сенен бұрын сөйлеп, билікті айтып жіберіп жатсам, сөзді сенен бұрын сөйлеп жіберіп жатсам, егер мен қателессем, мені түзейтін менің артымда сен барсың ғой деп айтты. Сен бұрын сөйлеп, сен қателессең, сені кім түзейді дейді.
Сонда абай айтты, бұл бегешке тиміңдер, бұл ескен қызыл жел ғой, ағып тұр ғой деп айтты дейді. Ана абайды қалай көтеріп айтып тұр, егер менің артымда түзейтін сен барсың ғой деп айтты дейді. Міне осындай жаңағы қазақтың ескі сөзі, ескі бірін бірі бағалауы деген, бұның барлығы көп жағдайда бізге үлгі өнеге болатын нәрсе. Біз көп нәрсені ұмытып қалдық осы күн. Біз көп нәрседен кетіп баратырмыз, керек десеңізді. Ал енді осындай сөздің ыңғайына қаратып бір келіп қалған ойымды айтайын. Бізде қазақта жаңағы қанның айтқанын қарада айтады, аузының дуашы жоқ дейді. Біз сөзді кім айтқанына қарайтын қалыппыз. Қытайлар олай емес екен. Кім болса болсын, не айтқанына қарайды екен. Айырмасы аспан мен жердей, қараңыз. Біз егер биік мансабы бар, байлығы бар, билігі бар адам айтса, не бір қисынсыз өтірік айтса, тіпті бір әділетсіз сөз айтса, бәріне мақұлмыз. Оны, ой, ана пәленше екен айтты ғой, міне сөйтіп айтты ғой. Оның бағасы қате болса да қарамаймыз. Ана ақиқатты жас бала айтпаса, көш, балашаға ол кім? Ол кім сонша дейміз. Қытайдың бізден айырмасы олай қарамайды екен де. Ана сөздің мәніне қарайды екен, шындығына, салмағына қарайды екен. Бұл Қытайдың бір даналығы мен есімнен кетпейді, осыны бастықтарға үлгі болсын деп ылғи айтам. Бірақ енді олар ұғып жатыр ма, ұқпай жатыр ма білмеймін. Қытайдың даналығы дейді, таудан мыңдаған бұлақ ағады екен ғой, жүздеген мыңдаған бұлақ ағады екен. Соның біреуі ғана ұлы өзен болып, ана ұлы мұхитқа барып құяды екен. Неге? Ол себеп былай дейді. Ана өзен болатын, мұхитқа барып құятын бұлақ бәрінен төмен ағады екен. Сөйтіп аналардың бәрін суын жиып алады екен де, ана сарқырап барып мұхитқа құяды екен. Ал бізде қазір кішкене бір жерге бастық бола қалсақ, я бір мансапқа қолымыз жете қалса, керемет болдым деп, тасқа шыққан теке құсап тұрамыз ғой бұлай. Іштегі кірмейді ғой құлағымызға. Біздің аузымызда сөздің барлығы. Құлағымызға іштегі кіріп тыңдамаймыз. Демек, мықты боламын, өсемін деген адам тыңдау керек. Құлақ екеу, көз екеу, ауыз біреу ғой. Бізде жаңа көп сөйлегенге соған біз нетіп тұрамыз, үйір болып тұрамыз. Ал енді тағы да ауыз бар екен деп сөйлей бергеннің өзі жақсы емес. Мысалы, көп сөйлеген адам қателеспейді, қоймайды. Өзі туралы айтқан адам мақтан ұрынбай қоймайды дейді. Ал енді кейде үндемеген жақсы, сөйлегеннен де. Байлауы жоқ шешеннен үндемеген ес тартық деген қазақ. Ал кейде менің өзім шығарған бір сөзім бар. Ақынның ақындығы кейде айтқан сөзінен емес, айтпаған сөзінен танылады. Бұл қалай дейді? Тоқтаңыз. Егер ақын жаман сөз айтпаса, біреуді жамандамаса, пәле қумаса, демек, біреуді өтірік мақтамаса, мысалы, демек, мына сөзді, ұятқа қалатын сөзді айтпаған екен ғой, жарықтық деп отырамыз, мысалы. Демек, айтпаған сөзден танылады. Енді осының түйіні біздің тағы да пайғамбарымыздың хадисінен шығады. Мұны егер бір мұсылман басқа бір адамға қатты ренжіп, ішінен осы жамандық ойлап, бірақ соны істемесе, оған сауап жазылады. Неге дейсің? Ана жаман ой, жаман реніші, бірақ оны тежеп, сыртқа шығармады, ауызбен айтпады, қолымен істемеді. Сол үшін сауап. Егер бір адам екінші адамға жақсылық ойлап, жақсылық тілеп, бірақ істей алмаса, қолынан келмесе, тағы сауап жазылады екен. Неге? Ол жақсылық ойлады. Міне, керемет, біздің дініміздің Құдай жолының қақтығы осыдан танылады, осыдан көрінеді кейде. Мен осындай жаңағы аңыз бен сөз деген дүниеге қатысты мен кейбір мынадай неме түсіріп қойған жағдайым ғой енді. Мысалы, мына Михаил Светлов деген ақын болған орыстың, керемет. Гренада Маяның авторы. Сол жаңағы бізге де қатысты жер, Құдай сақтасын, жаман аурумен ауырды дейді, ауруханада. Сонда қазақтың ақындары көңілін сұрап барған ғой. Сонда айтады дейді. Кезінде ішкен кісі өзі, сонда айтады дейді. Дорогие казахи, рак уже есть, а рак к нему не хватает деп айтады. Анан қараң, не деген дух, бір жағынан өзі ауырып жатыр. Өзі сондай жаңағы жеңуге тырысып жатыр. Сол бәрінше жатқанда бір әйел кепті. Сұлу әйел, үстіне неше түрлі жазу көйлек киіп келіп қасына отырып, Михаил Аркадьевич деп сөйлеп енді. Көңілін аулап отыр ғой. Жаңа кісі үндемей бүйтіп қарап қапты. Неге қарадыңыз десе айтады дейді. Вас можно читать всю ночь деп айтты дейді. Міне осындай кісі оған. Бір күн үйіне келсе, баласы не жұтып шығып қойып, сия шығып қойды деп әйел ойбайлап жатыр дейді. Сия шығып қойған ғой, чернил. Сөйтсе саспайды дейді.
ай ақымақ болма балам деп айтады. Егер если выпил чернилу, то надо закусывать промокашкой деп. Сорғышпен. Қасында Бәлік деген бір жазушы бар, екеуі отан соғысы кезінде алдыңғы шепке барыпты. Жаудың соғыс кезінде солдаттардың көңілін көтеру өлең оқиды ғой. Онысы Михаил Светлов бір өлеңге кіріп кетіп, өлеңді төпелеп оқып тұрса, немістер келіп атқылаған ғой снарядпен. Бомбылаған, жарылыс жан-жақтың бар гүрс-гүрс. Енді ақын басымен қалай зып беріп тесікке кіріп кетеді енді, кіріп кете алмайды. Өлеңді оқып тұр. Солдаттар үйренген, олар тыңдап тұр. Содан не керек, өлеңін оқып бітіреді. Анау атқылағанда басылып, ешқайсысына тимей аман қалады. Сонда анау жолдасы сұрайды ғой артынан, Светловтан, Михаил Аркадьевич, сен қатты қорыққан жоқсың ба жаңа десе? Жоқ, қорыққам жоқ, бірақ өлеңімнің ұзақтау екендігін байқадым деп айтты. Сол сияқты әңгімен Өтежан Нұрғалиев жарықтық, біреуіне түсін ол кісінің әңгімесі бар еді. Бір күні бір хулигандар түнде одақтан Қаламгерден шығып жатқанда бір хулигандар тиіскен ғой, ақша сұрап, пышағын тақаған бір жеріне. Қай бір ақшасы бар? Айтты, аман құтылған ғой. Енді әңгіме айтып отырса сұрайды ғой. Өтежан аға, соны қорыққан жоқсыз ба десе, жоқ, қорыққам жоқ, бірақ пышақ тақап тұрғанда кісі нервничает екен деп айтады. Осындай ғажап ағаларымыз болған, ақындардың әңгімесі ғой. Шақып өткен жарықтық Ғафекең, Ғафу Қайырбеков адамның бір дүлдүл еді ғой. Көзімізбен көрген, білген әңгімемізді айтып отырайық. Тұрсын Жұртбаев бір күні повесть жазыпты бір күшті. Ана кісі Жұлдызда замредактор Ғафекең. Соның Ғафекеңе береді. Сосын Тұрсекең сұрайды ғой, Ғафекең кімден? Ғафекеңнен, аға менің повестім не болды деп. Сөйтсе, сөздің тоңқыстын қараңыз. Ой, айналып кетейін Тұрсынжан, сен дейтін бір қаламат повесть жазып, мен оны оқып әбден риза болып, енді мына Жұлдызға басылсын деп қол қояйын десем, рушк ұстауға әлім келмей отыр деп айтты дейді. Не деген анау, басым ауырып отыр, біреулер айтар еді ғой, жу повестіңді, не сен бүйт сөйт, повесть жазыпсың, давай деп сөйтіп сөйлейді ғой. Жоқ, ана тоңқыс, рушк ұстауға әлім келмей отыр деп айтты дейді. Содан Тұрсын Қаламгерге апарып кішкене коньяк ішіп жадырағасын, Ғафекең күледі дейді, айналып кетейін Тұрсын, саған еркелегенім ғой, кеше кетіп қалған шаруа ғой деп айтты. Мінекей осындай Ғафекең жарықтықтың көзін көріп едік. Осындай айтқан әңгімелері, ол кісінің сөздері деген қазақтың баяғы ескі шешендіктің осы заманға дейін үзілмей жалғанғандығының көрінісі ғой. Жалғанып келе жатқандығының көрінісі осындай. Ал енді бұл атадан балаға, баладан ұрпақтан ұрпаққа беріліп кеткен, үлкен демеген, кіші демеген. Бір күні бір қанның, бір байдың үлкен ордасында бір үлкен қонақтар келіп, содан бір бала су құйып жүрмей ме қолдарына бәрінің. Сөйтіп сол қолдарына су құйып келатса, сүрініп құлап кетті. Содан жаңағы отырған ана келген қонақтардың бақ таласпен анаған ерсілеу күліп баланы мазақтапты. Мынау ордасында біздің неміз басып кетті ма, мына балаң домалап құлап жатыр ғой деп. Содан үйдің иесі бай енді намыстанып құрап, бірден айтайынша ана бала орнынан тұрмай, бір тізерлеп отырмайды дейді. Күннің күн екенін кім біледі? Қызарып барып батпаса, таңның таң екенін кім біледі? Сарғайып барып батпаса, орданың орда екенін кім біледі? Су құйып жүрген баласы сүрініп құлап жатпаса, иттің ит екенін кім біледі? Жығылып жатқан баланың балағынан алып қаппаса депті. Жын болған екен, мінекей кішкентай баланың өзі осындай үлкен төрелік сөздерді айтқан әңгімелер. Осындай әңгіме мына біздің атамыз Мүсетби Саққұлақтың үйіне келіпті бір күні. Саққұлақ Бөгенбай батырдың қанжығалы немересі, соның үйіне келіп кіріп келгенде, Саққұлаққа сәлем беріп Мүсетби кіріп келгенде, Саққұлақ айтыпты, ай дүниені құртқан керей келдің бе депті. Сонда Мүсетби айтты, кеше еліңді қалмақ шауып, керегеңді отын қылғанда, сонда керейден көресің бе депті. Сонда Саққұлақ ашуланып қылышын суырып алып тұра ұмтылған ғой, шабатын бар. Сонда Мүсетби үндемей бұрылып шығып кетті. Содан Нұралы Саққұлақтың баласы даладан кездесіп қалып, "Я, аға жүріңіз, үйге түсіңіз" деп өзінің үйіне кіргізіп, отырғызып, дәм беріп, көңіл жадырағасын. "Я, атама бардыңыз ба" десе, "Атаң жынданып жатыр екен" депті. Сосын қанында кішкене қонақ болып, ашу тарадау деген кезде Мүсетби Саққұлаққа қайта кірді дейді. Ал қылыш ала ұмтылған. Сонда Саққұлақ би Мүсетбиді құшақтапты. "Айналып кетейін сенен, бұл білгендігің ғой.
сен мені екі өлімнен алып қалдың бүгін деп айтты. Неге? Мен саған қылышымды ала жүгіргенде сені шауып тастауым керек еді. Сені шауып тастасам өзім өлгенмін. Сен мені өлтірмей шапқызбай шығып кеттің. Ал енді сол бетіңмен кетіп қалсаң, үйіне келген Мүсетбиге қылыш ала жүгіріпті деген атпен мен тағы өліп едім. Сен сол кетіп қалмай қайтып келіп мені қайта тірілттің ғой деп айтты. Міне білгендік, көргендік ол кісілерде даланың мәрттігі, баяғы заманның ерлердің мәрттігі осындай болған. Бір-ақ ауыз сөзден ердің құнын шешкен, бір-ақ ауыз сөзбен сөзге тоқтаған, осындай жаңа ірілік деген қашанда да болған. Мінген атын тастап кете беретін болған. Мүсетби жаңаға бір үлкен сиязда енді намазға үйді ғой, имам болып жиналды, намаз оқырды. Енді кім намазға имам болады деген уақытта біреу айтты, Құнанбай болсын деп айтты дейді. Мүсетби жоқ депті. Алшынбай болсын депті. Жоқ. Ыбырай болсын депті. Аға сұлтан жоқ. Неге депті? Шариғатта бір жері кем адам имам болуға болмайды депті. Құнанбайың соқыр, Алшынбайың таз болмайды деп айтты. Ал мына Ыбырайға болмайтын себебі бұл аға сұлтан болып тұрғанда керей жүкен болысты мойныңа знак тақпадың деп жер аудартқан. Знакта патшаның кресі бар еді деп айтты. Ал енді мойныңа крест тақпадың деп мұсылманды жер аударған адам қалай бір жерге имам болады деп. Онда сіз болыңыз депті енді бәрі. Мен болсам болам деп намазға имам болыпты. Бәрі бәсеке ғой о заманда. Сонымен жаңағы Аллаху акбар намазды оқып болған уақытта енді анау еселері кетіп қалды. Әлгі өңкей ақсүйек мықтыларды оқып отырып Мүсетбиді қағытыпты әзілдеп. Мүсеке, мынау имам болғанымен сіздің намаз бұзылды, мына намаз қабыл болмайды депті. Неге деп айтты дейді. Себебі адам намазға ұйығанда қолы кіндіктен төмен болмау керек еді. Сіздің қолыңыз кіндіктен төмен тұрды ғой деп айтты дейді. Сонда Мүсетби айтты. Мен намазға ұйығанда көңілім Аллада, көзім сәждада болады. Ал сендердің көңілдеріңде, көздеріңде де Аллада емес, сәждада емес, менің имамның басында болған екен деп айтты дейді. Сөйтіп мінекей жаңа бір ауыз сөзбен тоқтатып кете берген екен. Осындай әңгімелердің барлығын айта берсек, әңгіме талай жерге барады. Мына біздің менің Біржансал атам жөнінде де әңгіме. Біржансал атам бір үйге келіп түсе қалса, әлгінің иесі қыз алдынан әкеп не тартты дейді. Көже беріпті, тары көже. Ол сал сер адам тиішті жаңа, өңкей қазы қарта жеп жүрген, қымыз ішіп жүрген. Әлгінде көңіліне келіп, менсінің кіремей көжені алмапты. Сонда ана қыздың бәлесін қара, Біржансал деп айтты дейді. Салда болсаң кекіремей, көжеңе ерініңді мал депті. Сонда ана Біржансал баласы Қожағұлдың Біржансері күнде ойын, күнде жиын жүрген жері қарындас мына сөзіңе өтіп кетті, көжеңді басып әкел бер деп бір аяқ көжені тартып алған ғой. Шөжемен жолықты дейді екеуі. Шөжеге айтты дейді, аспаннан үміл құран аят түсті, соны айтсаң мына мен жеңген жерің дегенде Біржансал айтты, аға мен дінге жоқ едім, өлеңге бар едім, жолсыздікі депті. Сонда риза болып шөже айтты дейді, ай бұл арсыз болса данға таласа кетер еді, атадан қалған жолмен тура келіп қалғанын қараш деп риза болды дейді шөженің өзі. Сөйтіп жұрттың бәрін жеңген шөже Орынбаймен айтысқанда бір күн айтты дейді, бұл Атығай мен Қарауыл менің сандықтағы сұрым ғой деп қалыпты. Сонда Орынбай ақын тартып жіберді дейді, Атығай мен Қарауыл сенің сандықтағы сүрің болатындай Алатаудан арқарап алып кеп едің деп. Шөже қырғыз ғой түбі, көрдің бе? Сонда өмір бойы шөже өкініп өтіпті, осы сөзді бекер айттым ау деп. Сөйткен Орынбайдың өзі бір күні сол қырғызға барып келіп, жолшыбай алған малын таратып, енді жер жетегінде бір жақсы ат бар екен, өтіп баратса орманшы сақал ақын кездесіп қалыпты. Сауға сұрайды ғой енді. Сауға сұрағанда айтты дейді, осы сен ақ дүниенің малына көзің тоймайды екен, сауғадан мал жинап бердің депті. Сонда ана сақал ақын айтыпты Орынбайға, дүниенің малына көзің тойса батағыла барып берің Алатауға деп айтты. Ар жағын қараса, Кенесары Наурызбайын меңзеп тұр ғой. Сонда Орынбай ақын жанды қолындағы атын, жетектеп бақын атын тастап жүре берген екен дейді. Міне осындай бірін-біріне сөзбен де сүйеп, бір-біріне керемет баға берген. Ақан серінің әңгімесі, Жақыппен дос болыпты, Шыңғыстың баласы, Шоқанның ағасымен. Жақып бір күні құлагерді бер деп сұрап қоймады дейді. Сонда Ақан сер айтыпты, жүйріктігімен құлагердің даңқы шықты, аға сұлтандығымен Шыңғыстың даңқы шықты, ақындығымен Орынбайдың даңқы шықты. Осы сөзді барып әкең Шыңғысқа айтты, ертең келіп құлагерді ала қой депті. Жақып қуанып шауып кеп Шыңғысқа айтыпты, әкем мен құлагерді алатын болдым, осылай деп айтты дегенде, әй ақыл жоқ балам депті Шыңғыс. Ол құлагерді сенің әкеңе теңеп тұр. Сен әкеңді біреу сұраса бересің бе? Енді қайтып құлагерді сұрама депті. Міне осында сөз айтқан. Сөйткен аға аталарымыз Ақан сер айтқан екен ғой, өзгереме әнші ғой. Сонда Біржан ағам ән салғанда аспандағы құсты әнімен атып түсіреді ғой жерге деп.
Сонда ана кісінің нота дауысы биік болған ғой. Міне біріне берген бағалары осындай арғы аталарымыздың енді әдемі дәуірдегі сөз қадірін білген, бірін бірі бағалаған осындай әңгімелер енді аңыздары бар, толып жатыр. Құдайға шүкір, мұра болып қалды, бәрі басылған, халық ие болып. Осыны оқи алсақ, жүрегі көңілімізге тоқи алсақ, бұл бір бітпейтін, таусылмайтын қазына. Осы қазынамызды қадірлей білейік. Сау болыңыздар.